Видеоны соңына дейін міндетті түрде көріңіз. Себебі ең көп айлық алатын, ешқашан жойылмайтын, және керісінше 2030 жылы миллионер қылатын 3 жаңа мамандықты ең соңында айтамын. Ал қазірдің өзінде лайк басып сақтап алыңыз, бастаймыз. Диплом алып, 4 жыл өміріңізді арнаған мамандығыңыз 2030 жылы мүлдем жойылып кетсе, не істейсіз? Бұл қиял ғажайып фильм емес, бұл біз өмір сүріп жатқан жаңа шынайылық. Әлемдік экономикалық форумның УЭФ соңғы баяндамасы бойынша алдағы жылдары жасанды интеллект жер шарындағы 85 миллионнан астам жұмыс орнын толығымен алмастырады. Ал Қазақстанның еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің болжамынша, елімізде де жүздеген мың маман заман ағымынан тыс қалуы мүмкін. Бүгін біз 2030 жылға қарай қандай мамандықтардың тарих қойнауына кететінін, кімдердің тәуекел тобында тұрғанын, және ең бастысы, осы ай төңкерісінде қалай аман қалып, байып кетуге болатынын егжей-тегжейлі талдаймыз. Видеоны соңына дейін көріңіз, себебі сіздің де мамандығыңыз бұл тізімде болуы мүмкін. Осыдан 10-20 жыл бұрын жасанды интеллект, роботтар мен нейрожелілер туралы сөз қозғалса, көз алдымызға тек Голливудтың ғылыми фантастикалық фильмдері мен фантаст жазушылардың кітаптары келетін еді. Ол кезде бұл технологиялар алыс болашақтың еншісіндегі елес немесе тек зертханалардағы тәжірибе ретінде қабылданды. Алайда Chat, Midjourney, Cloud, Gemini және басқа да қуатты нейрожелілік жүйелердің кең қолданысқа енуімен әлем көз ілеспес жылдамдықпен шұғыл әрі қайтарымсыз түрде өзгерді. Біз бұрын-соңды болмаған технологиялық төңкерістің бел ортасында тұрмыз. Қызығы сонда, бұған дейін ғалымдар мен сарапшылар автоматизация мен роботтандыру ең алдымен зауыттар мен фабрикалардағы ауыр физикалық еңбекті, конвейерлік өндірісті немесе көше тазалау сияқты механикалық жұмыстарды алмастырады деп болжаған болатын. Бәріміз интеллектуалды, креативті және шығармашылық салалар адам баласының абсолютті монополиясы болып қала береді деп сендік. Боттар тек физикалық күшті алмастырады, ал адам өзінің ойлау қабілетімен үстемдік етеді деген түсінік орныққан еді. Алайда өмір бізге мүлдем керісінше процесті көрсетті. Жасанды интеллект ең алдымен интеллектуалды, креативті, талдауды талап ететін және офистік жұмыс орындарына тура шабуыл жасады. Дизайнерлер, копирайтерлер, бағдарламашылар, аналитиктер мен аудармашылар кенеттен өздерінің негізгі бәсекелесі адам емес, алгоритм екенін аңғарды. Неліктен ірі корпорациялар мен шағын бизнес өкілдері тиімділікті арттыру үшін адамның орнына нейрожеліні таңдауға көшуде? Бұл сұрақтың жауабы тым қарапайым әрі прагматикалық. Жасанды интеллект шаршамайды, эмоционалды күйзеліске түспейді, ауырып қалмайды, декреттік демалысқа шықпайды, еңбек демалысын немесе айлықты көтеруді талап етпейді. Оған жұмыс орнын ұйымдастырудың, әлеуметтік пакет берудің немесе корпоративтік салықтар төлеудің қажеті жоқ. Және ең бастысы, білікті маман 8 сағат бойы талдап, ізденіп, әрең аяқтайтын күрделі аналитикалық немесе креативті жұмысты нейрожелі небәрі 8 секундтың ішінде, тіпті бірнеше нұсқада дайындап береді. Бұл жай ғана жұмыс күшін үнемдеу емес, бұл бизнесті жүргізудің, жылдамдықтың және өнімділіктің мүлдем жаңа стандарты. Ендеше таяу жылдары қай салалардың тығырыққа тіреліп, жабылуға немесе түбегейлі трансформацияға ұшырауға жақын екенін, ал қай мамандардың орнын басатынын нақты мысалдармен егжей-тегжейлі қарастырайық. Бірінші соққы қағаз бен цифрмен, құжат айналыммен және стандартты кестелермен жұмыс істейтін мамандарға тиеді. Базалық бухгалтерия, бастапқы құжаттарды, первичка, толтыру, салықтық есептемелерді өткізу, шот фактураларды салыстырып тексеру және электронды актілерді жүйеге енгізу, мұның бәрі қазірдің өзінде цифрлық сервистер мен нейрожелілер арқылы толықтай автоматтандырылған. Бұрын тұтас бір бухгалтерия бөлімі апталап атқаратын монотонды жұмысты қазір арнайы бағдарламалық алгоритмдер санаулы минуттарда аяқтайды.
Қазіргі заманауи алгоритмдер мен қаржылық финтех жүйелер мыңдаған транзакцияны бір мезетте талдап, ықтимал қателіктерді немесе заң бұзушылықтарды адамнан 100 есе жылдам әрі дәл табады. Машина шаршамайды, цифрларды шатастырмайды, және көзі талып қателесіп кетпейді. Осының салдарынан компанияларға қағаз тасымалдап, мәліметтерді қолдан енгізетін қатардағы қызметкерлердің үлкен штатын ұстап тұру экономикалық тұрғыдан мүлдем тиімсіз болып барады. Егер сіздің күнделікті жұмысыңыз белгіленген стандартты ережелерге ғана сүйеніп, бірдей деректерді бір жүйеден екінші жүйеге көшіруден, data entry, бұйрықтар мен анықтамалар басып шығарудан тұрса, өкінішке орай, 2030 жылға дейін бұл жұмыс орны толығымен жойылады. Мұндай лауазымдар нарыққа мүлдем керексіз болып қалады. Бұл салада тек операциялық рутинадан жоғары көтеріліп, стратегиялық қаржылық жоспарлау мен компанияның активтерін оңтайландырумен, тәуекелдерді басқарумен және күрделі аналитикамен айналысатын жоғары білікті бас бухгалтерлер мен қаржылық директорлар ғана сұраныста қалады. Олардың да негізгі құралы деректерді өңдеп беретін жасанды интеллект болмақ. Екінші соққы тікелей колл-центр операторы. Сіз сонда роботтанған дауыспен жауап беретін бұрынғы боттарды жақсы білесіз. Бұрын олар тек жүйкені тоздырып, оператормен байланыстырыңызшы деп айтуға мәжбүрлейтін. Алайда қазіргі үлкен тілдік модельдерге негізделген жаңа буын дауыстық ассистенттерді қарапайым адамнан айыру мүлдем мүмкін емес деңгейге жетті. Олар тек жауап беріп қоймайды, адамның көңіл күйін, үндегі эмоцияны, ашуды немесе қуанышты дөп басып түсінеді, орнымен әзілдейді, клиенттің күрделі проблемасын шешеді, және ең бастысы бір мезетте, бір секундта миллиондаған адаммен қатар кезексіз сөйлесе алады. Әй үшін бөлімде орын жоқ, күте тұрыңыз деген ұғым атымен жоқ. Ірі банктер, телекоммуникация операторлары, ритейл желілер мен авиакомпаниялар қазірдің өзінде өздерінің колл-центр штаттарын 50-70-ға дейін қысқартып тастады. Компаниялар үшін ай сайын жүздеген операторға айлық төлеп, оларды оқытып, стресске төзімділігін қадағалап отырғанша, бір рет сапалы системаны енгізу әлдеқайда арзан әрі тиімді. Робот шаршамайды, клиентке дөрекілік көрсетпейді, және 24/7 режимінде үзіліссіз жұмыс істейді. Осы себепті 2030 жылға қарай дайын скрипт пен шаблон бойынша стандартты сұрақтарға жауап беретін кез келген оператор немесе диспетчер мамандығы нарықтан мүлдем жойылады. Бұл салада тек өте күрделі, форс-мажорлық немесе жоғары эмоционалды жанжалды жағдайларды реттейтін жекелеген эмпатиясы жоғары мамандар ғана қалуы мүмкін. Сондай-ақ ресепшн қызметкерлерінің, жеке хатшылардың, референттердің және деректерді базаға енгізуші операторлардың data entry алтын дәуірі аяқталды деуге толық негіз бар. Бұрын мекемеге келген әрбір қонақты қарсы алып, журналға тіркеп, құжаттарын көшіріп, тиісті кабинеттерге бағыттайтын немесе бума-бума қағаздарды Excel кестелеріне қолмен теріп отыратын қызметкерлер армиясы болатын. Қазір бұл үрдіс түбегейлі өзгерді. Заманауи оптикалық тану, АК, жүйелермен біріктірілген нейрожелілік алгоритмдер кез келген сканерленген құжатты, фотосуретті, тіпті адамның түсініксіз қолмен жазған мәтінін сандық форматқа айналдырып, қатесіз, заматта цифрлық базаға түсіреді. Адам сағаттап теретін ақпаратты секунд ішінде өңдеп береді. Оның үстіне іскерлік кестелерді реттеу, кездесулер мен жиындарды жоспарлау, кіріс поштасын сұрыптау, маңызды хаттарға автоматикалық түрде жауап қайтару және іс-сапарларға билеттер мен мейманханаларды брондлау сияқты хатшының негізгі міндеттерін қазіргі виртуальды ассистенттер мінсіз әрі 24/7 режимінде ұмытшақтықсыз атқарып отыр. Олар компания басшысының күнтізбесін синхрондап, басымдықтарды өзі реттейді. Осының салдарынан ұйымдардағы дәстүрлі әкімшілік рутиндік штат жақын жылдары едәуір қысқарып,
бұл мамандықтар да сұраныстан шығып қалудың алдында тұр. Тіл білу, бұрын кез келген маманның бәсекелестік артықшылығы беделі мен жоғары табысының басты кепілі еді. Шет тілін еркін меңгерген адамдар әрдайым сұранысқа ие болып, халықаралық компаниялар мен беделді ұйымдардың төрінен орын алатын. Ал бүгінше технологиялардың дамуы бұл түсінікті түбегейлі астын-үстін берді. Қазіргі таңда жасанды интеллекті реал ойын режимінде сіздің дауысыңызды, сөйлеу манераңызды, тіпті эмоционалды интонацияңыз бен екпініңізді дәл сақтай отырып, сөзіңізді кез келген әлем тіліне заматта кідіріссіз синхронды түрде аударып береді. Бұрынғы машиналық аудармалар сияқты сөзді сөзбен сөзбе сөз аударып, күлкілі қателер жасайтын қарапайым сөздіктердің дәуірі келмеске кетті. Қазіргі нейрожелілік модельдер мәтіннің терең контекстін, фразеологизмдерді, күрделі идиомаларды, метафоралар мен астарлы сөздерді, тіпті белгілі бір ұлттың мәдени нюанстар мен әзілдерін өте жоғары дәлдікпен түсінеді. Олар контекстке қарай сөздердің ең өзекті мағынасын таңдап, табиғи әрі жатық сөйлем құрай алады. Осыған байланысты стандартты құжаттарды, келісім шарттарды, техникалық нұсқаулықтарды, ғылыми мақалалар мен қарапайым коммерциялық мәтіндерді аударумен айналысатын қатардағы аудармашыларға деген сұраныс іс жүзінде нөлге жақындап қалды. Ірі бизнес өкілдері мен баспалар қалың құжатты аудару үшін апталап уақыт пен миллиондаған қаржы сартпас бұрын сервистерді қолдануды таңдайды. Робот бұл жұмысты бірнеше минутта әрі әлдеқайда арзан бағаға атқарып береді. Бұл салада тек мемлекеттік деңгейдегі күрделі дипломатиялық келіссөздерді жүргізетін синхронист аудармашылар, терең философиялық мәні бар көркем әдебиеттерді, поэзияны аударатын және мәтіннің жанын сақтай алатын санаулы, жоғары деңгейлі мамандар мен филолог сарапшылар ғана сирек кездесетін элитарлы кәсіп иесі болып қалады. Алайда жалпы бұқаралық аударма нарығы үшін бұл үлкен бетбұрыспен дәуірдің аяқталуы. Сан мен маркетинг саласы да дәл қазір үлкен, тіпті тектоникалық өзгерістерді бастан кешіріп жатыр. Бұрын компаниялар әлеуметтік желіні жүргізу үшін тұтас бір команданы ұстайтын копирайтер, контент мейкер, маман, мүші. Ал қазірше пост жазу, стандартты мәтіндер дайындау, айлық контент жоспар құру, немесе трендтегі хештегтерді таңдау, чат, клав сияқты нейрожелілер үшін небәрі секундтық іс. Экран алдында сағаттап отырып, бүгін не жазсам екен деп бас қатыратын дәуір келмеске кетті. Нейрожеліге дұрыс тапсырма берсеңіз болғаны, ол сізге 1 минутта айлық контент жоспарды да 100 түрлі посттың мәтінін де дайындап береді. Осының кесірінен әлеуметтік желідегі парақшаларға шаблондар арқылы стандартты мәтіндер жазатын, директтегі немесе комментарийдегі бағасы қанша деген сияқты 100 сұраққа бірдей жауап қайтарумен шектелетін орташа деңгейлі копирайтерлер мен сымышілер енді нарыққа мүлдем керексіз болып қалды. Бизнес иелері қарапайым тексті тегін немесе өте арзан әймен жаздыра салуды әлдеқайда тиімді көреді. Енді бұл салада кімдер қалады? Тек терең сторителлинг жасай алатын, адам психологиясын, трендтердің астарын жақсы түсінетін және ең бастысы жасанды интеллектті дұрыс басқарып, оны өз құралына айналдыра білетін креативті директорлар мен стратегтер ғана сұраныста болады. Өйткені нейрожелі мәтінді құрап береді, бірақ адамның жүрегіне жол табатын шынайы эмоцияны, идеяны және стратегияны тек адамның өзі бере алады. Медиа және шоу бизнес әлемінде тағы бір үлкен, тіпті сенгісіз бұрылыс орын алуда. Дикторлар, озвучка мамандары, дубляж актерлер мен фотомодельдердің өздері де қазір қауіпті зонаға өтті. Менің осы айтып тұрған дауысым мен бейнемді де әймен оңай алмастыруға болады десем, сенер ме едіңіз? Иә, бұл қазірдің өзінде бар шынайылық. Қазіргі дауысты синтездеу технологиялары диктордың небәрі
3 секундтық сапалы аудио жазбасы арқылы оның дауыс тембрін, акцентін, сөйлеу ритмін, тіпті интонациясын мінсіз клондай алады. Мұндай нейрожеліге кез келген парақ-парақ мәтінді салып жіберсеңіз болғаны, ол оны түпнұсқа диктордың өзі оқып бергендей, ешқандай қатесіз, мінсіз етіп жасап шығады. Баспаларға, подкастерлерге немесе жарнама агенттіктеріне микрофон ұстап, дикторды студияға шақырудың, сағаттап жазба жасаудың енді мүлдем қажеті болмай қалды. Дәл осындай революциялық өзгеріс мода мен жарнама саласында да орын алып жатыр. Виртуалды моделдер сән әлемінде киім-кешек, әшекей бұйымдар мен косметиканы жарнамалауда, шынайы адамдарда нақты сенімді түрде ығыстыруда. Неге десеңіз, маркетплейстер мен киім брендтері үшін цифрлық модельмен жұмыс істеу миллиард есе тиімді. Нейромодель шаршамайды, оған қымбат визажист пен стилист ұстаудың, сағатына $100,000 сұрайтын фотостудия жалдаудың, экзотикалық локацияларға ұшып барудың немесе арифметикалық фотосессиялар ұйымдастырудың ешқандай керегі жоқ. Компьютер экранында отырып, санаулы секундта кез келген дене бітімі бар, кез келген ұлттың, кез келген жастағы виртуалды моделін жасап, үстіне киімді мінсіз қондыра салуға болады. Бұл медиа мен сән индустриясындағы бұрын соңды болмаған ауқымды революция. Өз даусымен сырт келбетін актив ретінде сататын миллиондаған мамандар үшін дәуірдің түбегейлі өзгергенін білдіретін дабыл. Бүгінгі таңда ең қауіпсіз әрі болашағы жарқын болып көрінетін саласының өзінде үлкен сілкініс орын алуда. Басты соққы джуниор, бастапқы деңгейдегі бағдарламашылар мен тестілеушілерге, инженерлерге тиетіні анық. Соңғы 10 жылдықта бағдарламалауды үйренсең, өмір бойы қарның ашпайды, табысты боласың деген ұғым қоғамда берік орнықты. Алайда бұл тезис 2030 жылға қарай өзінің бұрынғы өзектілігін толығымен жоғалтады. Неге десеңіз, жасанды интеллект қазірдің өзінде стандартты кодты адамнан әлдеқайда жылдам, сапалы қатесіз жазалады. Сонымен қатар дайын кодтағы бактар мен олқылықтарды авто режимде секундына мыңдаған жол бойынша сканерлеп тауып береді. Нарықта GitHub Copilot, Devin, Cloud 3.5 саны сияқты автономды программистер пайда болды. Олар жай ғана ассистент емес, берілген тапсырма бойынша нөлден бастап толыққанды веб-сайтты, мобильді қосымшаны немесе базалық сервисті өздігінен жазып, тестілеп, серверге орнатып бере алатын деңгейге жетті. Осының салдарынан қарапайым сайт дайындайтын, шаблонды верстка жасайтын және алгоритмдердің дайын кітапханаларын бір-біріне жалғаумен айналысатын төменгі деңгейдегі junior мамандарының тестілеушілердің орнын кодты лезде генерациялайтын нейрожелілер толықтай басуда. Компаниялар үшін тәжірибесі аз жүздеген жуниорды жұмысқа алып, олардың жіберген қателіктерін түзеткенше бірнеше ассистентті қолданатын бір тәжірибелі маманды ұстау әлдеқайда арзан әрі тиімді. Сонымен бағдарламалау саласы жойыла ма? Жоқ, бұл салада тек код жазуды емес, жүйенің терең логикасын, күрделі архитектурасын құра алатын, кейбір қауіпсіздікті қамтамасыз ететін және масштабты жобаларды басқаратын senior, lead деңгейіндегі архитектор, инженерлер ғана қалады. Бұл нарығындағы саннан сапаға өтудің айқын дәлелі. Креативті саладағы ең үлкен соққы базалық графиктік дизайнерлер мен иллюстрацияшыларға тиді. Midjourney, DALL, Stable Diffusion сияқты қуатты генеративті нейрожелілер нарыққа шыққан сәтте-ақ әлемдегі миллиондаған суретшілер мен дизайнерлер дабыл қаға бастады. Бұрын сағаттап тіпті апталап сызылатын визуалды контент енді санаулы секундта дайын болады. Логотип жасау, жарнамалық баннерлер сызу, векторлық суреттер салу, кітаптар мен мақалаларға иллюстрация әзірлеу, концепттер құрастыру, бұрын бұлардың бәрі арнайы графикалық бағдарламалды меңгерген мамандардың. Ал қазір бұл жай ғана минуттық жұмыс. Кез келген кәсіпкер немесе тапсырыс беруші үшін математика өте қарапайым.
Атардағы дизайнерге 50.000 теңге төлеп, алғашқы эскизді 3 күн күтпенен сөйлем түріндегі текст толық сұранысты, промптты айға беріп, небәрі 10 секундта 20 түрлі концептуалды нұсқасын тегін немесе тиын тебенге алу әлдеқайда тиімді әрі жылдам. Мұндай жылдамдықпен арзан бағаның алдында дәстүрлі фриланс дизайн бәсекеге төтеп бере алмайды. Осының салдарынан стандартты шаблондармен жұмыс істейтін, қарапайым фотомонтаж жасайтын немесе базалық визуал дайындайтын орташа деңгейдегі иллюстраторлар мен дизайнерлерге сұраныс күрт төмендеп кетті. Бұл салада тек концептуалды ойлай алатын, брендтің терең философиясын түсінетін, арт-дирекшн жасай білетін, және нейрожеліні өз қолындай шебер меңгерген жоғары деңгейлі креаторлар ғана сақталып қалады. Олар әйді бәсекелес емес, өз өнімділігін 10 есе арттыратын цифрлық қылқалам ретінде қолданады. Келесі ірі соққы клиент пен қызметтің арасында жүрген ортадағы өкілдерге, яғни туристік агенттер мен риэлторларға тиеді. Бұрын бұл салалар ақпаратқа қол жеткізудің қиындығы мен күрделілігіне сүйеніп өмір сүріп келген еді. Осы уақытқа дейін адамдар турагенттерге не үшін баратын еді? Қонақ үй таңдау, рейстерді салыстыру, тиімді турпакеттерді іздеу және құжаттарды реттеу үшін. Ал қазіргі жасанды интеллект сіздің бюджетіңізге, отбасылық құрамыңызға, талғамыңыз бен жеке қалауларыңызға сай саяхат маршрутын 1 минуттың ішінде егжей-тегжейлі құрып береді. Ол мыңдаған авиакомпаниялар мен қонақ үйлердің базасын бір сәтте сканерлеп, ең арзан әрі қолайлы нұсқаларды тауып, бронды лезде растайды. Бетіңізге стандартты буклеттерді ұсынатын турагенттің орнын сізге 24/7 режимінде қызмет көрсететін жеке консьерж басады. Дәл осындай жағдай жылжымайтын мүлік нарығында да орын алып жатыр. Смарт-контракттар, блокчейн технологиялары және заманауи аналитикалық онлайн платформалар риэлторлардың дәстүрлі қызметін барынша шектеуде. Енді пәтер сатып алушы немесе жалға алушы риэлторсыз ақ объектінің барлық тарихын, заңды тазалығын, нарықтық шынайы бағасын онлайн тексере алады. Үш турлар мен бағалаушылар пәтерді қашықтан аралап, тиімді келісімшартты адамның қатысуынсыз дайындауға мүмкіндік береді. Осылайша екі тараптың ортасында жүріп, тек ақпаратты ары-бері тасымалдаған үшін пайызын, комиссиясын алып отырған кез келген делдал мамандықтар цифрлық дәуірде өз өзектілігін толығымен жоғалтады. Бұл салада тек күрделі заңгерлік жағдайларды реттейтін немесе эксклюзивті премиум сегментпен жұмыс істейтін жекелеген сарапшылар ғана қалуы мүмкін. Ал енді көңілді көтеріп, жақсы жаңалықтарға да кезек берейік. Жасанды интеллект шынымен де бәрін жеңіп, адамзатты жұмыссыз қалдыра ма? Жоқ, әрине. Қаншалықты ақылды, жылдам әрі алгоритмдік тұрғыдан мінсіз болғанымен, онда ешқашан шынайы эмпатия, терең эмоциялық түсіністік, жылы қарым-қатынас және адамгершілік, человечность болмайды. Алгоритмдер ақпаратты өңдейді, бірақ қайғыра да, қуана да алмайды. Сондықтан жаны мен жүрегі бар мамандарға сұраныс ешқашан жоғалмайды. Кімдердің жұмыс орнына қауіп төніп тұрған жоқ. Болашақтан кімдер қорықпаса болады? Психологтар, психотерапевтер мен коучтар. Адамның ішкі жан дүниесі күрделі жұмбақ әлем. Қанша жерден дамыған бот болса да, ол адамның көзіндегі мұңды, даусындағы дірілді, сөз арасындағы жасырын ауырсынуды шынайы сезіне алмайды. Бот скрипт бойынша кеңес бере алар, бірақ жанды терапевтикалық байланыс орнату, жанашырлық білдіру, адамның ішкі жарасын емдеу тек адамның қолынан келетін қасиет. Мұғалімдер, тәрбиешілер мен менторлар бұрын мұғалімнің басты рөлі ақпарат беру еді. Қазір кез келген ақпаратты оқушыға тегін әрі секундта тауып береді. Бірақ мұғалімдік қызмет тек ақпаратпен шектелмейді. Баланың бойына құндылықтарды дарыту, оны ынталандыру, қиын сәтте қолдау көрсету, тұлға ретінде қалыптастыру және ұжымда қарым-қатынас жасауды үйрету тек жанды ұстаздың міндеті. Жоғары деңгейдегі хирургтар, дәрігерлер мен медбикелер,
жасанды интеллект МРТ түсірілімдерін талдап, дәл диагноз қоюға немесе дәрі-дәрмек дозасын есептеуге таптырмас көмекші болады. Бірақ операция үстелінде күтпеген жағдай орын алғанда шұғыл шешім қабылдау, науқастың тағдырына, өміріне жауапкершілік алу және оның туыстарына қолдау білдіріп, жылы сөз айту тек адам дәрігердің мойнындағы жүк. Басқаша айтқанда, жүрек, мейірім мен жауапкершілік талап етілетін кез келген салада адамның орны әрдайым бірінші орында қала береді. Сонымен қатар физикалық әлемде күрделі әрі болжап болмайтын ортада қолмен жұмыс істейтін сантехниктер, электриктер, құрылыс инженерлері, автомеханиктер, жөндеушілер мен құрастырушылар да толықтай қауіпсіздікте. Көпшілік жасанды интеллект дамыса, ертең-ақ барлық физикалық жұмысты гуманоид роботтар тартып алады деп қорқады. Бірақ бұл таза миф. Неге десеңіз, басты айырмашылықты түсіну керек. Жасанды интеллект ол тек виртуалды софт, яғни бағдарламалық код. Ол экранда, серверлерде өмір сүреді. Ал цифрлық кодты физикалық денеге, өмірдегі роботқа орнатып, оны белгілі бір ортада әрекет етуге үйрету мүлдем өзгеше, өте күрделі әрі астрономиялық соманы талап ететін қымбат процесс. Айталық, ескі үйдегі тат басқан, писық орнатылған сантехникалық құбырды жарылып кеткенде жөндеу үшін немесе автокөлік қозғалтқышындағы белгісіз дыбыстың қайдан шығып тұрғанын табу үшін роботқа қандай сипаттамалар керек? Оған салмағы, көлемі, икемділігі, сенсорлары бар, жоғары дәлдіктегі темір дене, ондаған қымбат моторлар, сенсорлар мен микросхемалар қажет. Мұндай бір ғана роботты құрастыру, оны бағдарламалау, қуаттау және оған қызмет көрсету жүздеген мың. Бірде-бір қозғалтқыш немесе құрылыс нысаны бір-біріне жүз ұқсамайды. Адамның миы мен саусақтарының ұсақ моторикасы, көзінің көруі, жағдайға қарай тез адаптациялануы миллион жылдық эволюцияның жемісі. Робототехника бұл деңгейге жеткенше әлі талай онжылдықтар өтеді. Сондықтан физикалық дағдысы бар, қолмен сапалы жұмыс істей алатын, күрделі инженерлік техникалық мәселелерді жергілікті жерде шешетін мамандардың қол еңбегі жақын арада да 2030 жылыда ең сұранысқа ие, арзан әрі ең сапалы шешім болып қала береді. Сонымен достар, осы айтылғандардың бәрін түйіндей келе, жаңа цифрлық дәуірдің ең басты алтын ережесін қаперлеріңізге түйіп алғандарыңыз абзал. Жасанды интеллект сізді алмастырмайды. Сізді жасанды интеллектті шебер қолдана білетін адам алмастырады. Бұл жай ғана әрдейлі сөз емес. Бұл қазіргі еңбек нарығының болжамсыз заңы. Технологиядан қорқып, одан қашудың немесе қарсы шығудың мүлдем керегі жоқ. Керісінше, нейрожелілерді өзіңіздің күнделікті жұмысыңызды жеңілдететін, өнімділігіңізді 10 есеге арттыратын таптырмас ассистентке күшті құралға айналдыра білуіңіз керек. Жай ғана ескі сүрлеумен жұмыс істейтіндер нарықтан ысырылады, ал мен тиімді жұп құрай алатындар алдыңғы қатарға шығады. Ескі мамандықтардың жойылуы әлемнің соңы деген сөз емес. Тарихқа көз жүгіртсек, бұрын да бұл қозғалтқышы, электр қуаты мен интернет пайда болғанда да талай кәсіп тарих қойнауына кетіп, орнына мүлдем жаңа салалар келген болатын. Дәл солай 2030 жылға қарай еңбек нарығында бұрын соңды болмаған, өте жоғары төленетін жаңа мамандықтар пайда болады. Prompt engineer бұл нейрожелілердің тілін табатын, оларға дұрыс, нақты, терең әрі сапалы тапсырмалар, промпттар бере алатын маман. Жай сауал қойған адам орташа нәтиже алса, кәсіби промпт инженер айдан кез келген күрделі мәселенің мінсіз шешімін, дайын кодты немесе бірегей шедеврді суырып ала алады. Олар адам мен жасанды интеллект арасындағы басты алтын көпір. Этика маманы мен нейрожелі аналитигі,
Ethics Quality Officer, жасанды интеллект кейде қателесуі, жалған ақпарат генерациялауы, галлюцинация немесе біреудің авторлық құқығын бұзуы мүмкін. Мұндай қателіктер компаниялар үшін үлкен беделдік және қаржылық шығынға соқтырады. Сондықтан ай беретін нәтижелерді тексеретін алгоритмдердің әділдігін, қауіпсіздігін, заңдылығын және моральдық этикалық нормаларға сай болуын қадағалайтын сарапшыларға сұраныс еселеп артады. Интегратор, Business Integrator, бұл бизнес процестерді терең түсінетін және мекемелерге жасанды интеллект құралдарын сәтті енгізе алатын консультант-архитекторлар. Олар компанияның қай бөліміне енгізу керектігін есептеп, рутиндік жұмыстарды автоматтандырады, шығындарды 50-70 азайтып, бизнестің табыстылығын арттыруға жол ашады. Басқаша айтқанда, болашақ нейрожелілерден қорықпай, оларды меңгеріп, жаңа мүмкіндіктерді бірінші болып иемденгендердің қолында. Бұл тек сарапшылардың болжамы мен сандардың сөзі. Ал сіздің жеке ойыңыз қандай? Жасанды интеллект шынымен де адамзатты жұмыссыз қалдыра ма, әлде керісінше жаңа мүмкіндіктер аша ма? Өз ойыңызбен пікірде бөлісе кетіңіз, мен әрбір комментарийді оқып, жауап беруге тырысамын.